Менің аты-жөнім Битиков Бауыржан Дауылбаевич. Мен Астана қаласы номер 58 мектеп гимназиясының математика пәнінің мұғалімімін. Менің бүгінгі өткізгелі отқан ашық сабағым 8-ші Ә сыныбына геометрия пәнінен. Сәлеметсіздер оқушылар. Отырыңыздар. Бүгінгі сабаққа көңіл күйдеріңіз қалай? Ендеше біз сабағымызды бастаймыз. Ең бірінші біз топқа бөлініп алайық. Сондықтан тақтаға шығып, топқа бөліне қойыңыздар. Келіп, мына жерден алып, бәрін бөлініп. Кезетеміз, келіп. Мына жерден топтан алып, өз не бойынша топқа бөліне қойыңыздар. Қандай фигура қолына түседі, әр топта сол бойынша мәлімет жазылып тұр. Соған бөліне қойыңыздар. Кезден әркім өз тобыңызды геометриялық фигуралар арқылы топқа бөліне қойыңыздар. Ромбылар тобына трапеция тобына үш бұрыштың суреті берілсе, үш бұрыштың тобына отыра қоясыздар. Өз орныңыздарын тапсаңыздар, болды, жайғасы болды ғой, иә? Ана жердегі екі оқушы, мұнда бір орын тұр. Кел мұнда отырасың, бір оқушы. Топқа бөліп болсақ, әр топтан бүгінгі сабаққа бірімізге көңіл күй сыйлайық, иә? Бірінші, мына топтан сұрайын. Бүгінгі балаларға, оқушылар қандай көңіл күй тілейсіз? Балаларға белсенділікті және сәттілік тілеймін, бүгінгі сабақ өте жақсы. Келесі топта бір сөйлейтін оқушы бар ма? Тілек, бүгінгі достарына, сыныптастарына. Қарабай бол. Бүгінгі сабақ өте жақсы болады деп тілеймін. Бүкіл қатысы және белсенді. Жақсы. Мына топта оқушыларға бір-біріне тілек кім айтады? Асылы. Мен барлық оқушыларға тек белсенділік тілеймін, күш берсін. Жақсы. Келесі топ. Барлық оқушылар сабақ жақсы өтсін және белсенді қатыссын. Жақсы. Өте тамаша. Енді балалар, енді біз үй жұмысынан бастаймыз. Сондықтан үй жұмысын көршілермен дәптер алмастырып тексере қоямыз. Құттықтасын. Үйге берілген есеп номері 4-ші есеп, иә? Көп күріштің ауданын есептеу керек болатын болды, иә? Көршілерді ауыстырамыз. Дұрыс болса дұрыс, плюс қоясыңдар. Қате болса айтасыңдар, кері байланыс. Бір минут уақыт үй жұмысы. Енді үй жұмысы бойынша оқимыз енді. Жауаптан әр топтан анықтайық. Мына жақта бойынша айтатындар бар ма? Зарина, айта қойшы. Көршімен алмастырған қате болды ма есепте? Ауданы ол үш есепті. Күріштің ауданы тауы болды. Алтыннан 2 көбейтіп, жауабы 12 шықты. 12. Торгөз бойынша анықтаған, иә? Екіншісінде 20 Келесі топта жұптасып барлығынан сұрамай ақ қойып, бұл жерде өзара бағалау, әркім өз көршілерін ауыстырған жөнінде. Кімнің жұмысы? Барлық оқушының үй жұмысы дұрыс орындалған. Өзін бәрін қарадыңыз ғой, жақсы. Келесі топ. Тобында тексердім, тобында бүкіл жұмысы дұрыс орындалған. Дұрыс, соның ішінде қалай, мына жерде көп бұрышты екі сурет беріпті бізде, иә? Сол қалай анықтаған? Көп бұрышты, иә? Жақсы. Келесі мына жақ топта. Үй жұмысы тексерген бала. Үй жұмысын дұрыс шығармайды. Дұрыс. Неше көп бұрыштың ауданы? Бұрыштың ауданы 8 көбейтіліп 6 көбейтілгеннен 12 шықты, ал екіншісінде 8 көбейтілгенде 32. Екіншісі қате деп ойлаймын, себебі 7 көбейтілген 4 телердің нәтижесімен 8 шықты. Жақсы. Бұл жерде балалар торгөздің санымен анықтауға болады ауданын, немесе оны диагоналдарға бөліп үш бұрыштарға, соны көбейтуге болады. Жақсы. Үй жұмысы бойынша біз қарап шықтық. Қателіктер болды, немесе дұрыс жағдай, тәсіл қолданған оқушылар болып барлығын анықтадық.
Енді біз сабағымыз бастамас бұрын алтын микрофон әдісімен кішкене өткенді қайталап жіберейік, иә? Мен өзім бірінші сұрақ өзім қояйын сіздерге. Бірінші сұрақ енді аудандар бойынша. Тік төртбұрыштың ауданы дегенімізде. Төртбұрыштың ауданын қалай табамыз? Тік төртбұрыштың ауданы негізінен ұзындығын көбейту арқылы табамыз. Жазамыз. С аудан, ал өлшемінде бар. Жақсы. Осы микрофонды кіргеннен сағандарым сен өзің көпшілікке оқушыларға қоясың, сұрақ қоясың, иә? Сұрақ қоя ғой. Сұрақ қоятыным фигуралардың қасиеттері қандай? Қандай қасиеттері бар бұл фигуралардың? Дұрыс. Аудандардың ғой, иә? Қандай қасиеттері бар? Білгендер айта қойыңдар. Кім айтады? Қай жақ топ дайын? Аудан қасиеттері. Айта қойыңдар. Мен ауданның өзі үш қасиетін білемін. Бірінші қасиеті ауданның шамасы әрқашанда оң болады, ал екінші фигуралардың ауданы тең болып шығады. Ал үшіншісі, егер де фигура екіге бөлінген болса, бірінші және екінші фигураны аудандары қосқанда екі фигураның ауданы тең болып шығады. Жақсы, енді бұны үш түрлі. Өзің микрофонды алып, басқа сұрақ қоя қой. Микрофон кімге береміз? Мен өзім сұрақ қоятын болсам, үшбұрыштың теоремасын нұсқап жүрмін. Үшбұрыштың ауданы, иә? Теоремасы, ауданы. Үшбұрыштың ауданы оның қабырғасы мен осы қабырғаға түсірілген биіктігінің көбейтіндісіне тең. Жаза ғой. Енді ауданның тең қасиеттерінде кімде оны нақты эспе жазылатын болғасын, біз оны жазып отырмыз. Айта ғой. Келесі кімге бере ғой микрофонды? Төртінші сұрақ. Төрт сұрақ қана қойып, қайталап. Трапецияның ауданы қандай? Трапецияның ауданы неге тең? Кім айтады? Жоқ, басқа мына жаққа арызбай отырмыз. Мына жақта кім бар? Айта ғой. Трапецияның ауданы оның табандарының қосындысы мен биіктігінің көбейтіндісіне тең. Жартысымен, иә? Жаза қой бар, жазғанды біз көрейік. Сөйлейміз. С-тен қосылған яғни қабырғалары оны екіге бөлеміз, биіктік. Отыра ғой. Жақсы. Енді балалар өткенге жол жасап болсақ, бүгінгі біздің тақырыбымызбен танысып өтейік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өткелі отырған тең шамалас және тең құрамдас фигуралар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы тең шамалас, тең құрамдас фигуралардың анықтамаларын білу. Және осы фигураларды оқушылар сіздер мақсаттың тыңдап алыңыздар, ажырата білулеріңіз керек. Екі түрге бөлінеді, ол тең шамалас, тең құрамдас. Солардың суретіне қарап тани білуіміз керек, есептей алуымыз керек. Келесі, менің жалпы бағалау бөлімінде ескеретін жағдайым сол жаңағы фигураның ауданын ұғымын бірінші сіздер соны білесіздер ме? Екінші, оларды салыстырмалы түрде анықтай аласыздар ма? Есеп шығаруда дұрыс қолдансаңдар, осы үш жағдайды ескереді. Енді сіздерге кішкене бұл топтық жұмыс, қай топ бірінші болса қол көтеріп айту болады. Осы берілген торкөз бойынша біз бөліктер арқылы фигураның ауданын анықтау керек. Әр есеп 30 секунд. Ойланасыздар. Қай жақ болса қол көтересіздер. Қалай есептеуге болады? Осы торкөзбен есептеп ауданын табуға болады ғой, иә? Саршылар арқылы. Есептеп. Секунд болды. 20 адам басқа оқушы бар ма? Мына жақта. Аслан айта ғой. Санау арқылы таба салып олар бұл жерде жеңіл есеп. Бұл тақырыппен байланысы бар. Енді айта ғой. Суретте ромбы берілген. Ромбының ауданының биіктігі мен оның қабырғасы арқылы табамыз. Яғни бір қабырғасы 2 см, биіктігі 4 см болғандықтан оған екеуін көбейтеміз, 8 см. Жауап көрсете қойыңыз. Дұрыс. Жақсы. Келесі сұрақ. Немесе торкөзді кейбір оқушылар логикалық, практикалық түрде таба салуға санау арқылы. Екінші міне. Төртінші көлденең бөліп. Тағы бір 30 секунд уақыт.
басқа топтан елме біліп отыр, тағы әдісін біліп алды. Балалар қате болсын, айтайық, біз бірінші қателікке сабақ аламыз. Айта қойшы, белгілі адам, әкім, әсел. Мен алты болады деп ойлаймын. Түсіндіре ғой. Мен икенің енін және ұзындығын өлшеп алдым. Жақсы, жауап жазалым, көрсетеді. Жауап алды. Үшінші есеп. Біз қазір үшінші есепті біліп айналдық, иә? Осы жерде қанша болады енді? Басқа топтар араласамыз. Есептеп жүріп болады, ауызша логика біліммен, иә? Бар ма? Солар? Бір екі-үш жауапты тыңдап көрейік. Мына жақта кімдер қанша деп ойлайсыздар? Маржан. Бар ма? Кім? Тұра ғой. Неше? 11. Бұл жерде тақсан шығуы мүмкін бе балалар? Ағайын 12. Көреді ғой. 11. Біріне қателесіп кеттіңіздер. Сен 12 балалар. Қор көз санай салып құрастырсаң да шығып тұр, немесе аудан тауып 4-тен есепке салуға болады ғой. Енді дәл төртінші сұрақ. Бұл жерде оңай болады дейді, санай салуға болады, арап кетеді. Мана кімнің жауабы қайда? Кімнің жауабы, иә? Диас айтады ғой. Неше? Енді осы даналық жауабын айтқанда алдыңғы жауабы дұрыс емес па? Көрсетеміз қолдағы. 12 мына жерде. Келесі болды. Жақсы балалар, ендеше жауаптарын көрдіңіздер, кішкене бір екі қателік кетті, иә? Келесі жолы қате жібермейміз. Бүгінгі сабағымызды біз енді екі түрге бөлінгендіктен жаңа тақырыптың енді біз екі жаққа береміз балалар. Мына топқа міне екі топ бірдей болады. Бір жақтың плюс минусын айтып, екінші толықтырасыңдар. Мына екі топ бірдей болады. Жоба қорға бір 5 пен жетеді ойын. Сайызды денесіңдер, осыны қорғақтығынан саласыңдар. Уақыт кетті балалар, жададамыз. Мына мәлімет туралы сөйлеп саласыздар. Анықтаманы жазасыздар, өздеріңіз білгендеріңіз үшін. Балалар, сіздер мына суретті саласыздар осыған, өздерің ойларың бойынша қалай? Суретті салып, мынаған қорғайсыздар. Söyleyeyim bakalım. Söyle sağ bir kişi gazetede bir arkasında. Sözleri yazıp nasıl түсіндіресіңдер оларды? Noktalar ekleşini yazıp bunları.
Балалар болдыққа тез етеміз. Неғұрлым сурет, сөздерді қысқа нұсқа жазсаңдар, өздеріне түсіндірсеңдер жақсы болады, иә. Болған топ бар ма? Bir топ болды. Келесі. Енді сіздердікі тең шамалас, иә. Тең құрамдастан болған бар ма? Екі топ бірдей, бір-бірін толықтыратын. Тең құрамдаста болғанда бар ма? Қалған түсіндіре салсana, иә? Болды ма? Жақсы, уақыт аяқталды балалар. Енді келген жерде қысқа нұсқа сөзбен толықтырасыңдар. Бірінші топ, екі оқушы шығарып қойсын портаға. Екі оқушы шығарып қойсын. Сөз тыңдаймыз, балалар. Ол тоқтата қойды. Басқа топтың айтқанын тыңдаймыз. Қане, оқушылар, тыңдаймыз. Бізге берілген тапсырмада тең шамалы фигуралар берілген болады. Біздің тең шамалы фигуралар дегеніміз аудандар тең фигуралар. Түсіндіреміз. Қалай аудандар деймін? Бұл жерде А, Б, С, Д және тең шамалы фигура берілген түптер тұрышта және бұл жерде үшеуінде аудандар тең келеді. Мысалы, сендер қандай сан қойыпты? Biz uzunluğundan önce PQR T түптер тұрышында uzunluğunda 11 см, ал еніне 5 см. Аудан қанша? Сонда аудан 25 см болады. Екіншісінде де біз бірліктен ұқсас қылып алдық. Яғни ұзындығы 5, ал ені 11 болып келеді. Яғни екеумізде аудан келсек, ол 25 см болады. Екеумізде де ұзындығы аудандар бірдей болады. Сендерде осы сурет сызылды ма сендерде? Ал сендер қалай алдыңдар? Келесі топ толықтырып жіберіңдерші тездетіп басқа уақыт бар екеніңіздер. Екі оқушы шығарып қойсын. Отыра қойыңдар. Бұл жерде біздің екі фигура берілген, олардың ұзындықтарымен ендері әртүрлі. Бірақ олардың ұзындықтары әртүрлі болғанымен олардың аудандары бірдей болады. Демек, бұл тең шамалы фигуралар деп түсіндірген өзім. Оның ұзындығы 6 см, ені 4 см. Бұл А, Б, С-ді Аудан қанша болады? оның ауданы 24 шықты. Екіншісінде. Екеуді Р, оның ұзындығы 8 см, ені 3 см.
мына топпен шығарған балалар бір ескерді Эльмира мына топ ескермепсіңдер. Тең фигура болып кетті сендерде. Тең шамалас дегеніміз олардың сандарын да әртүрлі айырмашылық бар. Тыңдаймыз. Көрдіңдер ме? Тамаша, отыра қойыңдар. Енді қалған екі топтың жұмысы бірдей. Сондықтан мына топ сендер шығыңдар. Егер де сендер дұрыс бізге түсіндіріп берсеңдер, біз келесі топты шығармаймыз, суреттерді саламыз. Сіздер уақыт шектеулі. Егер фигуралар тең бірдей бөліктерге бөлінген болса, онда бұны фигуралар тең құрамдас фигуралар деп аталады. Бұл суретте, бірінші суретте барлық қабырғаларды бірдей үшбұрыш, ал К, Л, М, Н олар тең құрамдас бөліктер. Неше үшбұрышқа бөлінген осы? 4 тең қабырғалы үшбұрыш. Қандай бір түрлендіріп жасауға болады осы үшбұрышта? Осы Б, М, В үшбұрышын мына жерге тіркесек параллелограмм шығады. Қиып алып, онда қойсақ, онда параллелограмм шығып тұр. Онда қандай заңдық? Дұрыс онда. Сіздер дұрыс айттыңыздар, сондықтан келесі топты біз уақыт үнемдеу арқасында студенттердің мына жерде кішкене қателігімізде кетіп қалды алдында. Біз тең бөліктер, тең аудандар болады деген жағдаймен айтып кеттік. Біз сіздерді сондай қателік кеттік. Жақсы, ендеше балалар, біз енді міне тең құрамдас, тең шамалас фигураларды білдік пе? Оларды ажырата аламыз да бір-бірінен. Қандай жағдайда ажыратамыз өздеріңіз түсіндіріп айтып кеттіңдер. Енді жұптық жұмыс, жұптық. Уақыт 5 минут. Жауаптар белгілейсіздер. Астында бағалау бөлімі тұр. Сол бойынша қазір топтар ауыстырып бағалайсыздар бір-бірлерінде. Үшеуі бірге салуға болады. 5 минут уақыт болды. Мына ресурста тапсырма, үш тапсырма берілген. Осы бүгінгі тақырыпқа байланысты. Жұп бойынша атлай беріңдер, түсіндіріп, ең басты тақырып бойынша бәрін алуымыз керек. Дұрыс жұмыс жасаған болады. Санайсыздар, сосын қайсы дұрыс? Бірмен бір дұрыс, екімен екі дұрыс жазасыздар. Сіздер екілік өздері бөліп алсаңдар ғой. Формула бойынша. Болсында топ бойынша сол көтеріп айтасыңдар, иә? Siz bir
Бірінші. Қана жұп бойынша ауыстырасыздар, екі жұп бір-біріне. Мен жауабын беремін, сендер өзара бағалайсыздар. Астында балалар бағалау бөлімі тұр. Соның қайсысын ескермеді, қате болса, соны белгілеп қойды, плюс минус. Бала симейлі жазады, ең басты біліп шықсақ болды. Болды ғой? Мына топ білен жауап берді міне, осы бойынша тексеріп шығасың. Келесі. Балалар уақыт болды, 5 минут. Анықталыңдар ма? Бірі анықталдыра өтсіңдер, жарайды, топ бойынша міне. Жауап бойынша анықтайсыңдар. Қандай қателік кетті сосын айтасыздар. Әр топта бір оқушы. Болды ма? Енді балалар уақыттас, сендер көмектесіп жүреді топ бойынша. Келесі. Жауаптарын осы парағатты тексересіз, осы арқылы тексересіздер. Ол көмектесіп уақыттас қалған осы арқылы өздері түсіресіздер. Топ бойынша таппайсыңдар. Дұрыс болды ма? Қара, екі қара бірдей деген сөз болды. Я достар, осыны салыстырып, қателік кетті ма? Санын санайды. Мына үш кредитке плативті салды. Жақсы, балалар, аяқталды. Енді әр топта бір оқушы сөйлей қойсын, қандай қателік, нені ажырата алмай қалды. Қандай теңдік сақталмады, қор көздің санауында, бірліктер, бөліктерде. Қай топ сөйлейді ғана, ана жақта. Бекзат, сөйлей қойшы сендерді. Әкім, Наргиз. Бірінші, біз есептеп қателігіміз бар, ал екінші есептеп толығымен дұрыс. Ал үшінші есептеп карантин болсақ, біздің жауабымыз дұрыс. Біз онда, ол қандай сұрақ үшін сұрақ бізде? Үшінші сұрақ, сен шамалы фигура әрқашан сен құрамдас бола ма? Біз жоқ деп белгілеген, бірақ дұрыс жауабы иә болған. Сонда тең шамалас, әрқашанда тең құрамдас болады. Бұнда біреу екіншісі болады да, екіншісі біріншісі бола алмайды деген сөзге тоқтауымыз керек. Келесі топта. Қателік бар ма сендерде? Өз қателікті салыстырыңдар ма? Соны түсіндіріп тұрып айтамыз. Тұрып айтамыз. Кім тұрар? Қандай қате кетті? Біз сақтың жауабын сақты басқаша. Басқаша түсіндіңдер, иә? Үшінші сұрақта тең шамалы фигуралар әрқашан тең құрамдас бола ма? Біз белгілеп. Дұрыс, сонда ғой. Келесі. Мына жақта кім? Сендерде бәрі дұрыс болды ма? Осы бойынша бәрі дұрыс болды ма сендерде? Осымен салыстырған кезде Жауапта салыстырғанда көп нәрсені. бізде екеуі ғана дұрыс болып шықты. Жақсы. Қалғандар қате болды ма? Енді көрдіңдер ғой қателерді, иә? Келесі мына топта. Кім сөйлейді? Бір оқушы. Айта бақым. Тапсырмаларда дұрыс болды. Бүкіл тапсырма, иә? Жұрттық жұмыс қылса дейін бір екен, жақсы сонда. Онда келесі балалар, біз кітап бойынша жұмыс, дәптерді ашамыз. Бүгінгі тақырып жазып қойыңдар балалар, күннің жүзі тақырып жазып қойды. Бізде төрт есепті төрт жаққа береді. Бірінші жеке орындайсыңдар, сосын жұптық, сосын топтық. Бірінші есеп номері осы топқа, бірінші есеп, осы топқа береді. Екінші есеп, үшінші есеп, мына топқа төртінші есеп береміз. Берілген оқып, не істеу керек? Тор көзге сызасыңдар, балалар. Бұл жерде бірінші жеке шығарасын, жұптық. Балалар, 5 минут уақыт өткіздік.
5 минут уақыт өтсек орындаймыз. Есептің бермей алып. Сызасың, орындайсың. Берілген өп боласың. Сосын жұмыласың, топқа қақылай бересіңдер. Ең бірінші бірақ жеке дейді ол. Ойланып, жұқтасып сосын ой бөлісесіңдер. Сол сызбасын дәптерге түсіреміз болар. Тез болар, 5 минут уақыт. Үшінші есеп болды. Осы бөліп бойынша бөлікке бөлесіңдер, иә? Қайта болғандар болса. Екі рет сызып көреді. Сен бәрін бір рет сызыпсың ғой, мен жақындасып көрсеттім де біреуге. Өзі жеке болды ғой. Жоқ бердім, көрсетесің. Сосын топ бердім. Олар жүзді уақыт өтіп жатыр. Оңай есеп қой, бөле салады. Мына топ болды. Енді топқа айта берді. Өзі жеке болды, бірлесіп көмек беріп жүрдік. Балалар мен топ бойынша көмек бере қойыңдар бір-бірлеріне. Болса, балалар енді мен бұл есептің тексеруін болсаңдар, тексеруін айтайсыздар. 151-ші бетті ашасыздар кітаптың. Оны көп оқушылар білген. Осы жерде міне қалай сызу керек көрсетілген. Өз-өзінен салыстырасыңдар міне. Жауабы. Бірінші есеп. Сендер не істеу керек бірінші есеп, балалар? Квадратты 4 бөлікке бөлу керек. Бірінші екі жағдайда көрсетілген ғой, кейін салыстырыңдар міне. Мына жерде сызба артып кеткен сіздер. Топ бойынша салыстырыңдар ма бір-бірлеріне? Салыстырыңдар төртеуін. Кімдікі дұрыс, бірінші есеп кімде дұрыс болды? Соны түсіндіріп айтыңызшы нұсқада. Қандай жағдай болған? Оқушылар бар. Так, бұндаймыз, бірінші топ есебін білеміз. Бізде бірінші есеп Квадрат дейді. Квадрат төртінші есеп біздің топта төрт оқушыдан дұрыс болды. 4 бөлікке бөлу керек. Сендер бірақ бір рет орындайсам, екі рет сызу керек, иә? Екінші топтың есебі, жауабы 51-ші бетте тексердіңдер ме? Бәрі дұрыс па екен? Жақсы. Қатер кеткен жоқ. Үшінші неде? Жарты арқылы екі бөлу. Бұл жақта түсіндіру болған жоқ, сіздер түсіндіріп толықтырып жібересіздер. Кім толықтырып айтып жүр? Естеу керек еді жаңа. Бізде екінші тапсырмада 24 төртінші суреттегі параллелограммды кесіп, екі және төрт теңшама үшқа бөлінеді. Салыстырдым жауабымен жаңа, иә? Яғни бұл параллелограммда бірінші
одан сағат жерлерде екінші телеграмда екі жағынан тірес диагоналдар арқылы қидық, иә? Жақсы, отыра ғой. Бізде бірінші тапсырмада 24-60 суретте 6 бөлік берілген, оның ортасында қақпай өзінде трапеция шығады. Екі, неше трапеция? Тік төртбұрышты екіге бөлгенде неше? Дұрыс. Жақсы ендеше, балалар, өз қатер жауап арқылы өздері тексердіңдер. Біз келесі кішкене мәлімет білім лент бойынша кішкене мен сіздерге мәлімет көрсетіп берейін, тағы да толықтырып. Бұл жапондық танграм ойыны. Әр таңның ауданын табамыз. Таңдардан бірінші және екінші фигура құрамыз. Барлық фигуралар ауданның шектері бойынша тең. Мұндай фигуралар тең шамалас деп аталады. Барлық фигуралар тұтас танграмнан құралғандықтан, бұл фигуралардың мөлшері бірдей бөліктерден тұрады. Ендеше олар теңдестік екендері деп аталады. Көрдіңдер ме, балалар? Біз квадраттың ауданын тауып алсақ, оны қандай бөлікке бөлсек те, содан қандай жаңағы түлкен сурет салған, тағы да басқа фигуралар жасаған. Міне бұны біз қандай бөлікке бөлсе жеке-жеке есептеуге болады. Мына тестті жылдам айтып өтейікші. Бірінші екеуі ғана қойып тұр ма? Тең құрамдас қайсысы болады? 1, 2 көтеріңіз. 3, 4. Қайсысы балалар тең құрамдас? Жатып төртінші дейді, иә? Үшінші дұрыс, иә? Үшінші тең құрамдас мана болды бізде. Екінші сұрақ. шамалы сол үшінші Құрамдас үшінші болды. Екінші сұрақ. Жоғары жақтан. Жалпылама орындай берейік. Осыны ауданның көріндер неше тор көзге бөлінген санап алыңдар. Келесі тең шамалас іздейміз. Көтерілеміз. Біріншісі бола ма? Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі. Бәрі сыймай тұр. Қайсысы болады балалар? Үшіншісі. Бірінші тұрған берілгені балалар. Тең шамалын тауы керек. Көтеріліз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Қайсысы болады? Үшіншісі болады. Үшіншісі дейді балалар. Дұрыс айтады, үшінші. Келесі төртіншісі. Үшінші сұрақ. Осылардың қайсысы тең құрамдас дейді? Бірінші сияқты сұрақ. Біліп алдыңдар, иә? Көтеріліз келесі. Бұл жерде ең бастысы 3-5-ке жауап бар міне. Төртінші сұрақ, төрт сұрақ. Осы сұрақ болды жаңа бір жерде. Жақсы. Балалар біз 4 есеп шығардық, мен ана жауап анықтайтын бар. 4 сұрақ қосылайтындар дегенде. Енді үй жұмысын белгілеп алайық, балалар. Үй жұмысын 4 есеп шығардыңда, үйге 1 есеп береміз. 5, 6 есеп. 2 есеп күйге аласыздар. Қазір рефлексия, балалар, кері байланыс жасап едік, бүгінгі сабақ бойынша. Мен алдарында таратқан сол бойынша сөйлеп ойнайшы, бірінші топ, сөйлеп ой. Бүгінгі сабақ бойынша, міне. Тыңдаймыз. Мені қинағаны ол кішкене басында ажыраймай қалған кішкене болып қалды.